1 миллион россиян выехали в Казахстан. И это только в Казахстан, не в другие страны. Только вдумайтесь в эти цифры. 1, мать его, миллион. Если бы хотя бы половина этих людей вышли на митинг, если хотя бы половина стали бы протестовать и отстаивать свои права на жизнь прежде всего, чтобы не быть пушечным мясом, вы бы смогли подпалить ваш Кремль нахрен со своим дедом, со всем ОМОНом, который там сидит, который вас может бить и так далее. Я просто поражаюсь, вы бежите как крысы с тонущего корабля. Стыд и позор, страна рабов. Алматы әуежайында тұрған орыстарынан қараңыздар. Ана валюта айырбастау деген жерде тұр. Шамасы рубльдерін ауыстырып атқан ғой теңгеге. Солай ойлап тұрмын енді өзім. Қараңыздар. Масқара. Қаптап кеткен ғой. Ребят, вот на вокзале находимся. Вот здесь прям перед вокзалом. Вода, постельное белье здесь. Кому сигареты, сим-карты. Здесь вот сейчас ребята привезли, сим-карты есть. Кому что надо, какая-то помощь. Сюда везите людей. Можем разместить, на ночлег переночевать. Казахи молодцы. Большой респект. Мега гостеприимный народ. Выгоняют из квартир своих же казахов и сдают втридорого приезжим, бегущим от мобилизации русским. Ужас, у нас не день сундах. Примерно құрметті қалай. Оны айуан тірлік болды ғой. Мына трехкомнатный 300 мың дейді. Әріп кеткен үйімнен қараңдар. Ужас. Мына кезінде бір 150 мың болған ғой мына. 400 мың теңге квартираны көреміз қазір. Қақтан көрмейді. Міне. 400 мың трехкомнатный. 400 мың, е. Пиздец. 400 мың ғой айдына ойласай. Ужас. Комнаталарды өсетесің бат сен? Короче, очень важный бір әңгіме айтып берейін, который мен ішіме сыймай тұрған. Осыдан бір апта бұрын Алматыға келген болатынбыз, қыздармен виза жасатуға, сөйтіп келісіп бір квартира снимать еттік. Ол квартира күнделікті 17 мың теңге деді. Бізге ол қымбат, бізге 16 мыңға беріңіз деп едік, ол кісі бермеді. Хорошо деп біз кетіп бара жатыр едік, ол кісі звондап бізді шақырып алды. Хорошо, 5 күн тұрып көріңдер. Потом арғарай жақсы таза тұрып атсаңдар, арғарай тұра бересіңдер деді. Біз хорошо дедік. Бір күн өтті, 2 күн өтті, бүгін 3-ші күн бізге қоңырау шалып тұр. Қыздар, квартираны бүгін босатыңдар, или күнделікті 25 мың теңге төлейсіңдер деді. Біз тәте не үшін деп сұрап жатырмыз ғой, енді себебі не деп. Россиядан адамдар келіп жатыр, олар квартираны қымбат алады, 400 мыңға, мен даже однокомнатный квартираны 20 мыңға өткізіп жатырмын. Төлейсіңдер күнделікті 25 мың теңге төлеңдер, или квартирадан шығыңдар деп жатыр. Ана питун мобилизация жариялады деп бәріміз қырылатын болдық қой құрсын. Жоқ, енді расымен енді Қытайға барам екен, орекеңдер бармайды. Қазақстанға келеді. Өйткені жалғыз солардың тілінде сайрайтын біз ғана. Жақын бауыры, брячкасы 300 жыл бірге болған. Басқа қайда барады? Бізге келеді, болды. Келгеннен кейін не болады бізде? Обязательно жұмыссыздық пайда болады Қазақстанда. Жұмыссыз қалатындар көп болады. Міндетті түрде қымбаттаушылық болады. Бағалар күрт өседі. Өйткені спрос бар ғой. Тұтынушылар көп, сондықтан бағаны арттырады. В общем, қиналамыз тағы. Біз қиналамыз. Жұрт үшін біз страдать етеміз тағы. Короче, приехал я в Павлодар. Снял эту квартиру за 13 тысяч за сутки, прикиньте. Сказали нормально, они ключи дали и отправили меня. Это ладно. Я к раковине подхожу, и здесь опа-на. Смотрите. И сразу надо убираться, короче. 500 мың төлемесеңдер квартираны босатыңдар деді. Сонымен, короче, квартираны босаттық. Мынандай бір каналда түнеп жатырық енді. Жайғастық. Не істейміз енді? Көнеміз. Квартира бар, осындай 2 адамға жалдайтын. Газ бар, су бар. Адресі әр жерде. Қай жерде, қай қалада тұрғың келеді, айдап барып қойып аласың да тұра бересің. Так, сняли квартиру в Астане за 30 тысяч тенге в день. Ничего особенного, кроме того, что здесь умные унитазы с подогревом и всякими делами. Но ради вот этого стоило.
Вот такой вид с ним открывается. Только ради этого. Как отличить местного русского и приезжего в Казахстане? Мы не говорим «привет». Салам, салямет сизбе, ассаламу алейкум, здоров, но не привет. На вопрос «Калайсан, калай жардай» мы отвечаем «Шукур-шукур, бәрі жақсы». Когда мы заканчиваем какое-то предложение, мы не говорим «понятно, принято». Мы говорим «все-все». Мы не говорим «дядя, тетя», мы говорим «тате, ага». Обращение к своей девушке чисто жанным. При решении каких-то вопросов мы не говорим, что я от Сережи. Чисто от Саке Баурым. Если вот вы скажите, давайте конкретно открытый диалог. Между, вот смотрите, вот вы же только что каким-то образом примеры сюда подтянули же. Вот вы как вот, я вам вот конкретно, как мужчине вам прошу, я уже не знаю, как наших чиновников, депутатов и аманатовцев, как по-другому просить. Я с вас буду спрашивать не как с чиновников, просто как с мужчин, которые штаны носят, опять-таки, я уже всем так понимаю. Решите этот вопрос. Давайте открытый диалог жасайық халықпен. Қорқа ма? Шыдай ала ма біздің шындыққа? Көтер ала ма біздің әңгімемізді? Жоқ, керек жоқ ондай өтірік әңгіме. Конкретно сіз оларға айтыңыз. Кеше келдің ба? Сен кеше келдің ба? Осылай давай беттесінем. Бірінші адам болыңыз осы Қазақстанда халықтың алдына шығарып беретін сондай адамдарды. Бірінші адам болғыңыз келе ма? Шығарыңыз. Солай-ақ болсын. Солай-ақ болсын, давайте. Онда маған нөмір бар ғой, жазып бересіздер ғой. Нөмір бар ғой. Көрсетші, қазақша сөйлеші қан, бауын. Арқасына жастық қойып қояйық та. Қазақша жастық қойып қояйық да. Қойып қойсай қазақша жастық. Фон. Қазақша. Мен ұстап тұрайын да, мені көрсетпе. Жігіттер қазақша сөйлеңдер. Шымкент қаласынан жалпы бәріңе ассалаумағалейкум. Осман бауырым. Жалын сәлем айтып отыр. Мұсылманды. Қазақша сөйлеп үйреніңдер. Менен лично курс берем. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, президент мырза. Мен қазір осы Жаңаөзеннің төрінде тұрмын. Мына жастар түгел жұмыссыз қиналып жүр. Қаншама жастар. Мен үнем айтам, мен үкіметке де үнем айтам. Жыл сайын 400 мың жастар мектепті бітіріп, жұмысқа мұқтаж болады. Біз елімізде шынайы реформа жасамасақ, онда қазақтың болашағы осындай мүшкіл болуы мүмкін. Сол үшін бізге, елімізге шынайы, өтірік емес, шынайы реформа керек. Қолдайсыздар ма? Қолдайды. Қолдайды. Рахмет.